Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін бар жоғы 10 минутта шербет жасаудың тәсілін үйрететін боламын. Назарыңыз салыңыз. Барлық ингредиент төменде көрсетілген. Достар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте таза қызып тұрған табамызға 500 грамм шекерімізді саламыз. Түпкі жағын қатты араластырмаймыз. Шеткі жағы видеода көрсетілгенде қоңырлана бастаған кезде ғана сүтімізді құйып бастайтын боламыз. Мінекей шеткі жақтары қоңырланып бастады, енді сүтімізді құямыз. Ендігі мәселе 10-12 минут жақсылап үздіксіз араластырып тұруымыз қажет. Шекер мен сүт жақсы араласып қоюлана бастайды. Шербетіміз жұмсақ болып шығу үшін 50 грамм сары майымызды саламыз және тағы үздіксіз араластырып отырамыз. Мен өз басым шербетке кунжут қосқанды жақсы көремін, сол үшін құрғақ табада кунжутымды сәл қуырып аламын. Кем дегенде 1-2 минут уақытыңызды алатын болады. Содан соң сары май салғаннан кейін барып, осы қуырылған кунжутыңызды салып араластырсаңыз, шербетіңіз өте дәмді болып шығады. Мінекей достар, осылайша үздіксіз араластырып отырасыз. Сіздің консистенцияңыз сәл қоюланып бастайды. Содан соң май жағылған табаға барлық қоспаны құйып аласыз. Ол жақсылап қатуы қажет. Керек формадағы ыдысыңызға салсаңыз, яғни құйсаңыз болады. Мінекей достар, шербетіміз дайын болды. Оңай үгітіледі, дәмі өте ерекше. Сіз де жасап көріңіз. Баршамызға ас болсын.